Не бүлдіріп келдің, Дарын? Түрін қарамда, не бүлдіріп келдің? Әжең үлкетті аяқты бол. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Кешкі тамақты ішіп жатсақ, мама ертең қонақ келеді деп дайындаңдар деді. Сонымен апыр-топыр тамағымызды ішіп болып, қайынсіңлілім біз екеуміз кірістік. Мен чебурекидің қамырын елеп, тез чебурекиді дайындауға кірістім. Қызым екеуміз балдар бәрі жағаласып жүр ғой. Осылай тез апыр-топыр вилкамен пачақ-пачағын шығарып басып тастадық. Аузын жалымай балдарға не сөйлеп отқанын ойдам. Мына жақта қайынсіңлілім блинчикті істеп жатыр. Бір жағынан сметанниктің қамырын салмасын дайындап жатыр. Мен арасында бауырсақтың қамырын осылай илеп дайындап қойдым. Одан кейін фаршты кәдімгі үкіметтің фаршын қуырып алдым, жуа қостым. Ертесіне бауырсақтың қамырынан сәтсізге тез істедік. Одан кейін оливье салатын картоп жуаларын ашып қойдым. Жұмыртқасын қайынсіңлілім восточный пирогтың жаңғақтарын барлығын турап берді. Мен салмасын қамырын дайындап қойдым. Одан кейін самсаны істеуге кірістік. Әдеттегідей қайынсіңлілім барлығын тындырып жүрген біз істеп жатсақ, осылай шаршатындарымыз аман болсын. Осылай мінекей біздің самсамыз да қытырлақ самсамыз да дайын болды. Бірінші партиясы астында, екінші партиясын тағы да салып қойдым. Осылай пісем дегенше жан-жағымызды жинап, ыдыстарды жуып тазалап, бір партиясы сыпырып алдым. Осылай восточный пирогның пачақ-пачағын шығарып дәндерін салып, осында банкада сгущенканы құясыздар, сол кезде әдемі болып шығады. Андай бутылкадан құйсаңыздар, өте сұйық болып кетеді, былжырап кетеді. Осындай құйып 15 минутқа пісіріп аласыздар. Қонақпен жағаласып қыздарым соткымды блокировкаға қойып тастапты ғой. 4 сағатқа бақандай түнгі 1:30-да ашылды телефоным. Осылай пирогтарымыз дайын болды. Түнгі 1:30-да кетті. Қонақтар әкеп қойдық. Ертесіне өзім ыдыстарды жуып тазалап алдым. Қонақ келсе құт келеді дейді, артынан жинауы қиында. Просто так. Осылай. Рахмет мені көріп тамашалағандарыңызға. Түнгі 1-дің кезінде скриншоттап алған телефоным.